Қайырлы күн достар, мен сіздермен жүректі дайындалу әдісінің өте керемет рецептісімен бөлісетін боламын. Қалай жасалу керектігін және де жүректі жұмсақ етіп дайындау үшін не істеу керектігін көрсететін боламын видеода. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар, және де видеоны көрмес бұрын ең алдымен төмендегі подписация батырмасын басуды ұмытпаңыз, және де соңына дейін қараңыздар. Ал жасап бастайық. Мен жүректі екіге бөліп алдым, бір бөлігін ғана қолдандым, үлкендеу екен. 600 граммдай клапандарынан, артық заттарынан бұлшық етті барлығын тазартып аламыз. Осылай кесіп, мен майын қалдыруды шештім. Егер де майын қаламасаңыздар, алып тастасаңыздар да болады. Үлкендеу кубиктап турай беріңіздер, өздеріңіздің қалауларыңызша кесу жағын. Кесу жағына келгенде бір қатты қағида жоқ. Қатты үлкен емес, қатты кішірек етіп кесіп жүрмесеңіздер болғаны. Жақсылап кесеміз. Жүректі дайындамас бұрын алдын ала жақсылап жуып алғандарыңыз дұрыс. Суын сорғытып, одан кейін барып кесіп бірденнен дайындай берген дұрысырақ. Енді қызып тұрған табаға керекті мөлшерде майымызды құямыз. 3-4 ас қасық болуы қажет. Майымыз қыза бастағанда бірденнен жүректерді салып бастаймыз. Қызып тұрған майда осылай жақсылап қуырып аламыз, бетін жаппаймыз. Кішкене суы шығуы мүмкін. Осылай жақсылап суы тартылғанша қуырып аламыз. Оттарыңызды орташаға қойып қойыңыздар. Осылай жақсылап қуырылуы тиіс, қоңыр болып 5 минуттай қуырылады. Одан кейін ұн және де тұзымызды саламыз. Тағы да 20 секундтай осылай қозғай отырамыз. Ұнымызда кішкене қуырылуы тиіс. Одан кейін бірденнен астын өшіреміз. Не осылай қуырылса жеткілікті. Астын өшіргеннен кейін бірденнен басқа ыдысқа саламыз. Осындай кастрюля болсын, әйтеуір түбі тереңдеу болғаны болса болды. Жақсылап барлығын салып аламыз. Кастрюлямызды бір жерге қойып, осы сковородканың ішіне кішкене су құямыз. Және де ішінде кішкене қалған ұндарды осылай араластырып, жүректің бетіне құятын боламыз. Судың барлығын құямыз. Және де мен кішкене тағы да су құятын боламын, еттің барлығы батып тұру үшін. Суын құйып болғаннан кейін отты барынша қосып, қайнағанын күтеміз. Және де бетін жауып қойсаңыздар болады. Міне сорпасы қайнады. Енді өте жай отта 2 сағатқа бетін жауып қалдыратын боламыз. Арасында ашып, кішкене қозғап тұрсаңыздар болады. Міндетті түрде толық 2 сағаттай беті жабық, осылай бұқтырылуы тиіс. Жүректің пісуіне 20 минут қалған кезде қызып тұрған осы табамызға сұйық майды құйып, және де жақсылап майдалап туралған пиязды салып қуырамыз, яғни соусын дайындайтын боламыз. Пияз жақсылап қуырылғаннан кейін бетіне осылай 1 қасық томат саламыз. 1-2 қасық томат. Осылай жақсылап қуырып аламыз. Пісуіне 10 минут қалған кезде жаңағы қуырылған пиязымызды осы еттің бетіне саламыз. Енді лавр жапырағын бір штуын салып,
осылай жақсы араластырып 10 минутқа тағы да бұқтырып қоятын боламыз. Бетін жауып. Астын мүлдем көтермейміз, өте жай отта болуы тиіс. Жүректің қасына гарнир ретінде картоптарды қайнатып қойдым. Осылай жақсылап еземіз. Және де пюре жасайтын боламыз. Мен тек сары май ғана қостым. Дәміне қарай тұз, бұрыш қоссаңыздар да болады. Міне тамағымыз пісіп, дайын болды. Жақсылап бір араластырып алғаннан кейін осылай салып шығамыз. Иісінің өзі өте әдемі болған. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Қуырғанға қарағанда осылай жасаған өте дәмді болады екен негіз жүректі. Сондықтан да осы рецептпен міндетті түрде бір рет болсын жасап көрулеріңізді сұраймын. Осылай бетіне көк пияздан турап сеуіп шықтым. Өте дәмді болады бұл көк пиязбен де. Дәл осылай дастарханға ұсына берулеріңізге болады. Міне бізде кешкі асқа да немесе түскі асқа да өте жақсы кетеді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің каналымның ары қарай дамуы үшін сіздердің әрқайсыларыңыздың қолдауларыңыз қажет. Сондықтан да егер де менің видео рецепттерім ұнаса, лайк басып комментарий қалдырып кетіңіз. Және де подписаться батырмасын басуды да ұмытпаңыз. Ас болсын, сау болыңыздар.